Діни білім алуға өз елімізде де мүмкіндік бар. Білім беру саласының өзекті мәселелерінің бірі діни білім беру. Діни білім мемлекеттік оқу орындарындағы дін туралы білім, немесе кәсіби дін қызметкерлерін дайындауға бағытталған бағдар. Діни білім алу әлемнің барлық елдерінде кездеседі. Арнайы дін мамандарын даярлау арқылы әр мемлекет өзінің құндылықтарын, ұлттық болмысын сақтап қалуға тырысады. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін шетелдерден түрлі діни ағымдар келе бастады. Жастарымыздың біршама бөлігі ел асып, жер асып, Сауд Арабиясы, Мысыр, Түркия тағы басқа мемлекеттерге діни білім іздеп, әртүрлі ағымдардың ықпалына түсті. Осылайша еліміздің діни саласында білім беру мәселесі өзекті мәселелердің қатарына шықты. Шетелден келген теріс діни идеологияларға ұрынбай, өзіміздің ұлттық болмысымызды, дінімізді, зайырлы сипатымызды сақтап қалу үшін халықтың діни сауаттылығын көтеру мақсатында діни білім, дінді оқытатын, діни жағдайды бақылап талдау жасай алатын мамандар қажет болды. Осы олқылықтың орнын жою мақсатында еліміздің түрлі оқу орындарында арнайы кафедралар ашылып, білім бере бастады. Алғаш ашылған кафедралар бүгінгі таңда факультеттерге айналып, арнайы дінтану, теология, исламтану мамандықтары бойынша мамандар әзірлеуде. Діни білім алам деген жас өренге бүгінгі күні шекара асудың қажеттілігі жоқ. Өз елімізде арнайы теологиялық білім беретін оқу орындары жұмыс жасайды. Олар Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университеті, Астана қаласындағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қарағанды қаласындағы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,